Io non abbiamo solo
Ата-ананың бала тәрбиесіндегі еңбегінің өтегені деп бауыржан момышұлы атамыз айтып өткендей, бүгін әке мектебінен алған тәрбие тәрбие туралы бөлісеміз. Әкем Асқар тауым, көбесінде бұл таулар, жер бетінде тұр таулар, бірақ мына мен үшін бәрінен биік бір тау бар. Кім десе егер сенер, әкем менің дер едім, сол биікке күн сайын қарап өсіп келемін дегенде мен өз әкемді Асқар тауға теңер едім. Ал сіздер балалар өз әкелеріңізге қандай теңеу кетіп едіңіздер? Азамат. Men өз әкемді Оба. Мен өз әкемді Астанаға теңедім. Рамазан. Орныңыздан тұрып отыра айта береді. Мен өз әкемді Астанаға теңедім. Келin. Мен өз әкемді Жартардан айға теңедім. Молодец. Асфат. Мен өз әкемді Бөдіргедім. Келin. Мен өз әкемді Мен өз әкемді Самалға. Жанды. Мен өз әкемді Тауға. Рамазан. Мен өз әкемді Тибаласы Сарқынға теңедім. Тұрып тез болар айта береді. Нұрасың. Қамқоршыма. Келин. Мен өз әкемді Дарашұлыға. Бексұлтан. Men өз әкемді кейін тыңдаларым. Кімге теңейміз? Мен өз әкемді Темірге теңедім. Керемет. Керемет жауаптар балдар. Бұл жерде біз не түйіндейміз? Неден ол? Ана. Бұл жерде айтып отырған барлық нәрселер әкемді бойынан табамыз. Ja. Қарап тұрсаңдар бұл жерде ешқандай да теңеулер жаңағы әкенің бойындағы бар теңеуіміз, бірақ бір-бірімен барлығы қатты ұстастық қалып тұрған жоқ, иә. Өйткені ол бүгінгі біздің жасап жатқан қорытындымыз қазіргі әңгімеміздің бастауы болмақ. Бір текті адамның болмайтыны секілді, бір текті ұл балалар да болмайды. Әр әкенің, яғни олардың қабілеті, қызығушылығы, мүмкіндігі, тұла бойындағы қасиеттердің өзі әртүрлі. Солай, сол сияқты әр әкенің баланы тәрбиелеу мүмкіндігі де түрліше болмақ. Олай болса, негізгі мақсатымыз әр әкенің парызы баласына өнеге, ал әр ұлдың міндеті әке жолын ардақтау. Осы тұста өзінің оқыған бір ғибратты әңгімемен бізге кеткім келеді. Әкесі баласына абайлап жүр десе, әкесі баласы әкесіне айтады: "Әке, сіз абайлап жүріңіз, мен сіздің ізіңізбен келемін. Сіз құласаңыз, мен құлаймын. Сіз адаспасаңыз, мен адаспаймын" дейді. Келісесіңдер ме балалар?
керемет, өте дұрыс айтылған әңгіме. Біздің құламайтынымыз алдымызда әке көрсеткен жол бар, иә. Әке шыққан биік бар, әке көрсеткен өнеге бар бойымызда. иә әйгерім апай, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әкенің тәрбиесі ұрпақтың ертеңі. Ал оқушылар, менің сіздерге қоятын сұрағым, ақ зат асыл ма әлде қара зат асыл ма? Өздеріңіздің ойларыңызды алдарыңыздағы ақпаратқа түсіріп көрсетсеңіздер. Алдарыңызға ақпарат берген өз ойларыңызды қосыңыздар. Қанша минут бересіз? 3 минут уақыт бердік балдар. Қарап тұрсақ. Болғандарымыз Biz miras baba azatlar. Azat sebebi ол жақсылықтың нышаны. Біз азатта класс бердік. Азатта адалдық ол әр адамның бойынан табылатын қасиет. Ол жақсы қасиеттердің бірі болып табылады. Ал одан кейін жанашырлық ол жақсы нәрселерді жақсылық жасап жүреді. Сосын ақжол біз ыстапқа шыққан адамға ақжол дейміз, дені сау болып қайтып оралсын дегенде. Сосын ақниет, ниет түзу адамдарда ақниет дейді. Бастысы ниет танытқанда ниеті ақ адамдар өте жақсы болып көрінеді. Ал пәктік ол тек таза адамдарда ақ адамдар деп есептеуге болады. Оны біз ақ заттың қатарына қостық. тағыдан Ақжаулық деген Ақжаулық. керемет болды. Тақтаға ілсек. Екінші, мұрагер тобы, дайынбыз ба? Тақтада ашық ол жалпы қара түспе жақсы. Жалпы қара түнде жылқы жақпайды. Жалпы қара деген тазалықтың, тіршіліктің нышаны. Сол күрек жақсы. қара жерге терелік, қара жер қосымға қара жерімізде бізде қара алтынымыз жатыр, қара мұнайымыз жатыр, қара көміріміз жатыр. Осы секілді қара жер жатыр, қара байыз жатыр. Тағда біз қара жерден не аламыз? Өзіміз алып, өзіміз қалып, жейтін тамағымыз, қара жер арқылы өзіміз жатыр. Келесі. Қара күнде жұлдыз жарқырайды деді. Қара не жатыр? Қара мұнай айтты, қара жер, қара күн, қара көмір. Қағаз не үшін жатыр? Қара қағазды не үшін жатыр? Қара қазақ бізде ата-бабаларымыз айтып жатыр ғой. Ата-бабаларымыз осы қара
ғана тамақ ішіп өздері қамдайды. Соғыстың кезінде де болмаса бейбіт заман кезінде де қара адамдар өткен қандан жойылады. Ол үшін қара бәрі мен айтып кеткендей біздің қара жерімізде шығып жатқан жылудың бір несі, бір бөлігі. Керемет оқушылар, өз ойларыңызды жақсы жеткізе білдіңіздер. Ал ендігі кезекте назарларыңызды видеороликке аударыңыз. Asıl değilsiz dedi. Sosun men. Bir taraflısı da көзбен көреді емес пе де. Бірақ көздің ағын көрмейді. Ортасындағы кішкене қарашығын ғана көреді. Қараның асылдығына осы дәлел. Екіншіден қағаз ақ. Одан оқып білім ала алмайды. Үстіне жазған қара сиядан өнер білім алады. Осыған байланысты жас күнде адамда ақыл, білім, қайрат көп болады. Қартайғанда шаш сақал ағарады. Ал адамда ақыл, білім, қайрат та азаяды. Сондықтан ақтан қараны асылма деп ойлаймын деді. Сондықтан оның бәрін қалай білдіңіздер? Ақылмен білдім. Олай болса ақыл мида болмай ма? Ал ми ақсат емес пе? Екіншіден ақыл нұр жарылса, о да аққа ұқсамай ма? Деді. Мен баламның тауып айтқан сөзіне риза болып, маңдайынан иіскедім. Ал балалар, қазіргі сіздердің жасаған Жануар, жетіп қалдық. Балжан аман ба? Аман десең, жақсымыз. Ал балалар, қазіргі сіздердің жасаған қорытындыларыңызбен көріп шыққан видеоролигімізде ойларыңыз түйсе ме екен? Бір жерден шығып тұр ма ойларыңыз? Иә, жобасы келеді екен, иә. Енді сіздердің алдарыңызда бізде суреттер сөйлейді. Сурет, 3 суретті берді. Мінекей, 3 түрлі сурет. Бұл 3 түрлі суретті біз неге қойдық? Неліктен қандай үйлесімдер бар? Жалпы айтқанда ұрпақта суретін көрсету керек болады. Неге? Себебі бұл жерде өмір тұрған бізде Құнанбайдың баласы Абай, Абайдың баласы Әбіш, немесе бұның тұсында Әбдірахман. Сосын қазақта сөз бар ғой. Қазақта бір жақсы сөз бар. Әкелер бала болсын болады деген. Мысалы бізде Құнанбай бізде болыс болды, бір болысты билеген адам болды. Бір болысты билеген адам болды, сосын кейіннен барып Абай. Бұл бізде кәдімгі бүткіл әлем танитын керемет тұлға болды. Оның баласы бізде Әбдірахман. Әбдірахман да бұл КСР кезінде өте беделді адамдардың бірі болып туған.
сондықтан бұл жерде біз өз ойымызша шежіре деген сіздер бұл жерде біз тәрбие жайлы атадан алғанша бұл жерде Құнанбай ол өзінің тәрбиесін, өзінің білімділігін баласына абайға берді. Бұл үшеуі де еліміздің қиын-қыстау сәтінде бәрі шешімдер қабылдап елімізді алға сүйреді. Бұл жерде Құнанбай абайға өз тәрбиесін берді, ал абай өз тәрбиесін өз ұлына берді. Бұл жерде сонда тәрбиесін баласы сіңірді, бұл жерде сонда сіңірсе, ары қарай абай да өзінің баласына тәрбиесін береді. Сонда тәрбие мұра, үлкен керемет асыл мұра болып саналады. керемет. әрқайсыларыңыздың ойларыңыз, пікірлеріңіз. Сұрақ, қазір сіздерге видеоролик көрсеттік, суретті сөйлеттік. Бұл жерде қандай байланыс бар деп ойлайсыздар? Ол жерде де үш бейнені көрсеттік, бұл жерде де үш бейнені көрсеттік. Ода қандай байланыс? Бірінші келіп сұраған бізде кім? Құнанбай кімнен сұрады? Абайдан сұрады, иә? Ол өзінің баласының несін көрсетті? Даналығын көрсетті, жауабын айтты. Менен балам не қылып деді? Менің алдымды борап, артық жауабын берді. Қазақта бізде бір жақсы мақал бар, бір бала бар, әкеден көзе туады, бір бала бар, әкеден кете туады деген, иә? Бұл жерде біз нені көріп тұрмыз? Көзе туған ұлды ұрпақты көріп тұрмыз. Ол біздің әке тәрбиесіндегі әкенің балаға, ұлға беріп жатқан өнегесі, тәрбиесі, тәлімін бала бойына сіңіріп, өз уақытында көрсетіп тұр. Баланың өз өрмекші, өз өрсерес, өз өрмес деген мақал. Ұрпағына өзінің алдында әкесінен істеген тәрбиелерін өзінің ұрпағына жарайды. Сонымен ел сөйлеп, әкенің тәрбиесімен Керемет. Ұшқыр оймен ақыл керек адамға тәрбиелес осындай балаңға, абайыңдай ұлым болсын десеңіз, Құнанбайдай әке керек адамға аманға дейін біледі. Я, Құнанбайдай әке болса, абайдай ұл болады, әбіштей ұрпақ жалғасы кетер еді. Әке қазақта айтады, бола білу бар. Әке болады, әке бола білу бар. Бұл жерде біз нені аламыз? Бұл жердегі баланың бойындағы тәрбиенің барлығын қалыптастырып, сіңіріп, өсіріп, бойына жаңағы ендіретін ол біздің әкелеріміз. Әкелердің арқасында ол бала өз болмысын қалыптастырады. Енді мен осы тұста мирас тобына мынандай бір керемет тақырыпқа кеттім. Мирас тобы сіздер әкелеріңіздің бойынан көрген, жүрген және өз бойларыңыздан көргілеріңіз келетін 7 асыл қасиет. Болмаса 7 қандай қасиеттерді қалайсыздар жазып, соны қорғап шықсаңыздар. Мұрагер тобына сіздердің алдарыңызда 3 бұрыш берілген, осы жерде Мұхтар Шахановтың өлеңі жазылған. Соны құрастырып, қандай өлең екендігін бізге айтып, мағынасын түсіндірсеңіздер. Бесмен бақытты ақылдасып, тоқтап шешіліп.
Siz oldu ағай. Бізге айтқан өсиеттер, өзінің бойындағы жақсы қасиеттер. Сабыр. Сабыр, әкеміз ылғи сабыр сақта, сабырлы болсын. Сабыр бұл күштің белгісі. Ал екінші адалдық. Әкеміз ылғи айтатын адалдық, адал еңбегің сені көпке жетелейді. Адал еңбектен тапқаннан өте дәмді болады. Ал екінші білім. Бәріміз әкеміз айтады, кейде біз білім аламадық, сендер алыңдар, сендер өскелеп оқарсыңдар, білімді адамның күні жақ демекші. Сондықтан да білім ал деп көбінесе дініміз қояды. Ал одан кейін еңбек. Әкеміз бізді осылай халге жеткізіп, ешкімнен кем болмай өсіру үшін көп еңбектенді. Және адалдықтың осындай еңбек, адал еңбек. Одан кейін қанағатшыл ол өзіміздің жолымызда ашық еді. Қанағатшылмен адам бақыттырақ болады. Сондықтан да әр затқа қанағат демекші, әкеміз қанағат жайлы көп айтылады. Отбасы, әкеміз отбасымыздың тірегі. Өзіміздің отбасы ошақ демекші, отбасы жайлы көп нәрсе айтатын. Одан кейін жақсылықты өзің танына небір адамдарға жасау керек. Жақсылықпен сенің өмірің жақсарады. Осылай тапсырмамыз осылай болмайды. Оны енді сіздер әкелеріңіздің бойларын көріп, өз бойларыңызға сіңіргендеріңіз керемет асыл қасиеттер деп тапсырыңыздар, иә? Керемет. Біз дайынбыз ба? Тура келіп қалдыңыз? Бізге берілген пирамидада Мұхтар Шахановтың әкеге жыр деген өлең бізде бұл жерде бізге берген тапсырма Бұл жерде сіздер өлең жұмағын құрастырып шығару. Қандай өлең шығып береді? Мұхтар Шахановтың әке жыры деген, әкеге жыр деген. Әке жыры. Жас едім өмірге ертең ойламаған, күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем қанат қағып, сенімен жақтамаған. Жан әке шертіп сезім домбырасын, кеудемде қуанышқа толтырасың. Әрдайым осы қатал мінезімен күш қағып алып мақсатыма аттанамын. Арқамда астар жоқ. Арманда аспаннан құлаш ұқсам, артында асқар қалу сен тұрасың. Бұл күнде мен де бір өзеннің анасың. Кім өлді, болса соның жолдасың. Қуансың, қуана бер әке тайым, мен сенің өміріңді жалғасың. Балалар, керемет. Бұл жерде енді не айтқысы келіп тұр екен? Қандай сіздерде қорытынды жасадыңыздар? Менің ойымша Мұхтар Шаханов бұл жерде өзінің әкесіне деген барша жүректен шыққан әке жеткізіп тұр деген. Қандай сөздер жұмақ? Бұл жерде өзінің әкесін қуана беріп кеткен себебі мен өзім жеке тұлғамын, өзімнің өмірім бар. Оны арқысындап, осындай заттарға жеке алу деген сияқты. Қуансың, қуана бер әке тайым, мен сенің өміріңді жалғасың. Сонда бұл жерде не? Мен әкесінің өзінің есімі әке жолыңды келе жатқан. Тағы да жерде айтып бір күнде мен өзімнің арқасым. Кім өлді болса соның жолдасың. Ол жерде не айтып отыр? Бәрі біздің мен астауын айтып кетті ғой. Қандай адам болмасын, жақсылық жасап өтпеді. Сол себепті мен жасаған сондай сәт ойлап тұрмын. Кім өлді болса соның жолдасың. Жолдасың, жаңа ол кісілер азақты, адалдық деп алды, иә? Бұл жерде өлді, қазалық, ниет деген дүниелерді келтіріп отыр. Өлді ол таза, жақсы адамдармен мен жолдаспын. Сонда бұл әкесінен алған дүниелерін көрсетіп, жақсы жолда жүріп, жақсы адамдармен дос болып, әке сенің осындай адал жолыңды, мен ізіңді басып, артынан өсіп келемін деген сіздер. Керемет. Тақтаға жайғастырып қойса,
Керемет балалар. Осы жерде тіршіліктегі ең әрі жауапты борыш бала тәрбиесі екендігі көрініп тұр. Бала тәрбиесі туралы тілге тиек етіп, әртүрлі жалған сөздер айтып өткен ғұламаларымыз аз емес. Олардың бірі Мағжан Жұмабаев, ол дүние есігін ашқан балаға жас бала жас шыбық сияқты дейді. Оны қалай иіп тастасаң, солай өседі деп айтқан дейді. Ол жерде біздің ұғатынымыз, қорытынды жасайтынымыз жас буын, жас балалар біздер көргенін алып, қай бағдарға қарай жіберсек, сол бағдардағы тәрбиені ойымызға сіңіреді екен. Егер мапай әкеме айтқым келеді деген сөйлемді аяқтасақ. Мысалы, мен әкеме алғыс айтқым келеді. Балалар сендер не айтып барыңдар? Мен әкеме алғыс айтқым келеді. Мен әкеммен бірге болмасам да, әкемді өте қатты сыйлаймын, құрметтеймін. Ол үлкендердің қателік болғанына естімейміз, қателеспейміз, оған дес бермейміз. Мен әкемді сыйлаймын, құрметтеймін, өте қатты көремін. Соның жолымен жүргім келеді. Онда соғысында рахмет. барлық өсиеттерін болашақта соған жұмыс жасағанымыз Оқымаймыз балалар. Расул? Мен әкеме алғыс айтқым келеді. Осы уақытқа шейін мен қолданамын. Әрқайсымыз әкемізге алғысымыз шексіз. Әрқайсымыз да әке алдындағы өзіміздің борышымыз, қарызымыз, міндетіміз бар. Өйткені олар осы уақытқа дейін бізді оңай жеткізген жоқ. Келісесіңдер ме? Сендер үшін күндіз түні тынбай еңбек етті. Сендердің алғыс айтуларын енді мен де осы тұста өзімнің әкеме алғысымды айтамын. Осы өмірге мені келгеніне қуанып, бағып, қағып, тәрбиесін беріп, талмай еңбек етіп, адал жолмен нан тауып, жақсы сөздерімен тәрбие бергеніне мен де өз әкеме алғысымды білдіргім келеді. Енді осы тұста сіздерге бір кереметтей әдемі сөздерменен өзінің қорытынды ойын білдіргісі келеді. Оқу білімсіз өнер де жоқ, ақын болу үшін де, болмаса да басқа түрлі өнерпаз болу үшін де ең алдымен білім керек.
дүние жоқ деп ғабит өтірік атамыз айтып өткендей, сендерге балдар қадамдарыңа сәттілік әрдайым тек жеңіспен жарқырасын маңдайларын дегім келеді. Қадамдарыңа сәтті болсын әрдайым тек жеңіспен жарқырасын маңдайларын. Сәкен Сейфуллин атамыз айтады, оқу білім қазығы, адамның азығы, оқу өмірдің сәні, тіршіліктің шамы дейді. Әрқашанда шамдарың жарық болсын, тек биіктерден әке туын адал жолмен бассаңдар, әке іздерін жалғастырып адал жолмен жүрсеңдер. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтан деп Абай Құнанбаев атамыз айтқан екен. Ол кісінің де бүгінгі біз нақыл сөзін өзіміздің тәрбиелік сабағымызда сөзімізге тиек еттік, жаңағы өзімізге сену керек екен, адал жолмен, еңбекпенен әкемізден көрген өнегемізді алып, адал нан тауып жеуіміз керек екендігін де біз ұқтық. Сендерге енді ақылды, зерек, ізденімпаз оқушы болыңдар дегім келеді. Өйткені ол жерде жаңа бізде Мирасова айтты, бізге әкеміз білім ал деп айтты деді. Біз оқымаған шыңға шық, сендер білім алыңдар деп бізге ақылын берді. Сол ақылды біз өз бойымыздан тапқымыз келеді, білімпаз болғымыз келеді деп отыр. Бұл заман 21 ғасырдың заманы, ол бізде білімнің заманы. Тек қана біз адалдық, жаңағы жақсы қасиеттердің қасына білімді қосуымыз керек. Өйткені біз білімді болсақ, осы заманның биігіне шығамыз. Тұғырына шығып, өзіміздің деңгейімізді көрсетеміз. Біз кімбіз, қазақпыз дегенді әлемге айқын жеткізе алады екенбіз. Сондықтан да үш нәрсе бар, адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Абай Құнанбаев атамыз сөйледі. Сондай ақыл кеңесін берген екен. Оны да жаңа біз өзіміздің сабағымызда сөз арасында тиек етіп айттық. Ыстық қайрат, қайратты болу, ол сендерге жігерлену, алда ешқандай келген сынаққа сынбай, тек алға қарай ұмтылу. Оны біз кімнен көрдік? Әкелерімізден көрдік. Тар қиын заманда ешқандай да сынбастан, осы біздің еліміз, ұрпағымыз аман болсын, осы күнге жетсін деп олар өз күш қайраттарының барлығын жұмсап, осындай бейбіт заманға жеткізді. Нұрлы ақыл, әр қандай бастарына іс түсе ме, сабырмен, ақылмен шешуге тырысыңдар балалар. Жылы жүрек, жаңа да жақсылық жаса деп айтты әкеміз. Жақсы істерін көрдік әкеміздің, оның барлығы бізге өнеге. Әке бойынан көрдік, бойымызға сіңірдік, өмірімізде соны біз қолдандық. Оның барлығын біз әңгіме айтпадық. Балалардың барлығы осыны өзінің жылы жүрегін, жылы жүректен шыққан іс-әрекетін жасап, бұлар да болашақ ұрпақ, қазіргі аға туын бізде әкеден алған өзінің өнегесін, осы жақсы қасиеттерін інілеріне болашақ ұрпаққа үйретуді біздің бұлар жалғастырушы ортақ буынымыз. Ақылды, зерек, ізденімпаз оқушы бол дедік. Енді осындай сендерге біздің жақсы тілектеріміз, сендерден үмітіміз көп, әрқашанда биік шыңда талмас қайратпен жүрсеңдер. Балдар, енді осы тұста сендерге сондай бір керемет теңеулерді теңеп, қазір өзіміздің әкеміздің асыл қасиеттерін, алғандықтарыңды, соны көрсете білгендіктеріңді біз қуанып, осындай бір жақсы ниетімізді білдіріп, мына жердегі қаламды беріп, Құдай қаласа, осы өз іздерін, жолдарын, өзінің жазған кезінде жақсы жағынан жазылса деді. Енді сіздердің бір әке туралы керемет өлеңдеріңіз болса, айтады, оқып арнауларыңыз. Кім айтады? Айтамызда әкеге деген арнап өлең оқи аламыз ба? Ортаға. Әке деген жүрсілайын, қабылшы баламнан. Жүрегімді әке сізден жаралған, өзің барда қуамайтын кереген соғылған, бұзылмайтын дамалған. Ұшарты құдірет әке деген, әр баласын арманға жетелеген,
Балалыққа кім десе маған бір ойнамаса бірінші әке деген. Әке деген сенің де іргетасың. Өмірдегі тәрбиелік мән басың. Асқар сумен табысып жеңсең де жалқысын түрде өзің жасың. Өмірде неше түрлі қилы оқиғалар, әр адамның бастан түскен тауқыметтері бар. Ешқандай да балдар сынбаймыз. Жаңағы өзіңіз айтқандай. Енді осы жерде әкеге арналған қандай әдемі тағы нақыл сөз, мақал мәтел түсіндіріп өте аламыз ба? Мағынасын түсіндік пе? Бүгін осындай бір керемет өлеңмен қарата қорытылады. Қандай мақалдар білеміз? Қандай сөздер айта аламыз? Отбасы туралы. Әке ақша атау дейді. Неге болған атау дейміз? Әке бәріне жиі тұрады. Әке бәріне жиі тұрады, бәріне алдында жүреді, бәрін көріп бақылап жүреді. Содан әке ақша атау деп ойлаймын. Керемет. Тағы да. Әкеге қарап болады, шешеге қарап көрсе. Молодец, спасибо, спасибо. Бұл мақалдар өзімді әкеме Мысалға аламыз. қарап өскен, әкем тәрбиесін алған. Және де мен ақыл өсіметті қазақстанда өзімнің шешемде, өз шешемнің несін қарилерін алып, тариханы оқып өстім. Мұнан отбасынан басталып, ол отбасы ол кішкентай мемлекет, оның президенті ол біздің әкеміз солай бұйырып береді, солай отанымызда көп келді және өседі. Әр адам өзінің отбасының президентін кім тұтса және оның айтқан тыңдаса өзінің үлкен Қазақстан болғанын дамитын еді және Адал туған бала әкесіне пана деген осы мақалдың мағынасын түсіндіре. Адал туған бала әкесіне пана. Адал туған бала әкесіне пана. Әке де олда тәрбиелі, өзінің жақсы қасиеттерін және жақсы сөздерін баласына сіңіріп ертең ол кісілерді кәкегендіктен балалар оны бағу керек. Өзінің қызықшылығын әкесіне көрсетіп және ешқандай да ауыз сөз айтпай қарт кезінде көңіл бөліп ойлаймын. Сондықтан да әкесінің берген тәрбиесі баласына ертең өзіне ас көрсетеді. Тағы да келісеміз бе осы пікірмен? Адал туған бала әкесіне пана. Тәрбиелеген шағында қамқорлығын қайтарады. Адам толықтай өтемін. Адал туған бала әкесіне пана. Себебі ол әкесі қанша қиналыспен баласына тәрбие береді, қанша еңбекпен нан тауып береді. Ал ол бала оны өзі түсініп, өзі ой санасын салып істесе, ол әкесіне сол жемісін береді. Қартайған шағында қуаныш көремін деген әкеге ол өз қуанышын бере алады. Және де әке сонша қиналыспен жүріп баласы оны ақтай алмай қалса, әкенің жастық шағы бос кетеді деген ойлаймын. Сол үшін сондай тиімді береді. Жақсы. Тағы да. Рамазан. Керемет. Әке отбасының тірегі, шаңырақтың иесі, баланың ең ақылшы ұстазы. Келісеміз бе? Тірегіміз бе? Шаңырақтың иесі ме? Баланың ең алғашқы ұстазы әкелерімізде ол бала. Әкенің сөзі өсиет, ісі үлгі. Келісеміз ба? Күніге есіне менің оқиғам осы жөнінде қалды. Ертең сен басқа қалаға оқуға барасың, біз сенің жағынан болғанымыз. Сен бірінші досыңды көрсет, оның есіне кім екенін айтамын менің мақал болмақшы. Сондықтан да досты жақсартқанда деген өсиеті өзіне қатты.
Ол неге бізге өскен айтады? өйткені өзінің болашақта мінсіз, болашақта өзінің қуатысын қалмау үшін, өз аяғын мықтыру үшін Өсиет айту үшін ең алдымен адам сол жолды жүріп өту керек, сол қиындықты көру керек, сол тар жол тайғақтың барлығын басынан кешіру керек. Сондай жағдайда ғана адам біреуге өсиет айта алады. Оны мен атамнан естіп емес, сол дүниені әкелерім көрді, сендерге достың адал болу керек екенін, білімді алу керек екенін, жақсы тәрбиеде болу керек екенін, олар осы уақытқа дейін бойына әкелерімен көрсіндірді. Сол дүниені сендерге ақыл етіп, өсиет етіп айтып отыр балалар. Әке тәрбиесі ұлт болашағын қалыптастыратын ұлы күш. Сондықтан әрбір әке өз перзентінің жүрегіне ізгілік тәнін сеу, ұлға үлгі, қызға қорған болса, елдің ертеңі нұрлы болмақ. Енді бүгін қорытындылай келе, бала әкеге қарап өседі, әке өнегесімен жетіледі, бүгінгі ұрпақ ертеңгі елдің иесі. Ертеңгі елдің иесі сіздер. Сіздер аман болыңыздар, сіздер адал болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар, білімді тұлға, керемет азамат, ұрпағымыз, болашағымыз, алдағы үмітіміз сіздерде. Тек қана әке бойынан сіңірген асыл қасиеттерімізді, бойы көрген асыл қасиеттерімізді бойымызға сіңіріп, адал жолмен, адал асты тауып, кім менің ұлым, біздің ауылдың баласы, біздің облыс, ордабасы Қазақстанның ұлы еді деп, осы шет елге де атымызды шығарар, тұлғалы азамат болып, ұрпақ болып, жалғасын тауып, өздеріңізден кейінгі ұрпақтарға сол асыл қасиеттерімізді сіңіріп, алдымыздағы берекелі ұрпақ бола беріңіздер дегім келеді. Құдай қаласа, жақсы дүниелерде болғанша сіздерге үлкен рахмет, назарларыңызға үстіп қанысып, өз ой пікірлеріңізді білдіргеніңізге сіздерге алғысым.